Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің түсіретін видеоролигіміз өте ерекше болмақ. Біздің осы бөлме өсімдіктерін кез келген үй шаруасындағы әйелдердің өте нағыз мақтанышы деп айтуға да болады. Бірақ қалай болған жағдайда да біз бұл үй гүлдеріне өте жақсы күтім жасау керек екенін білеміз. Бөлме гүлдерінің қай-қайсына да өте жақсы күтім қажет. Ендігі біздің бүгінгі ролигіміз осы гүлдерді қалай суарамыз, қандай су пайдаланамыз, сол туралы айтатын боламыз. Гүл суарудағы процесте көптеген маңызды нюанстар бар екенін де біз жақсы білеміз. Бірінші, гүлдерді қаншалықты жиі суару керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, суарудың нақты мерзімі жоқ. Ең маңыздысы, ыдыстағы топырақты саусағымызбен көру арқылы біз ол топырақтың кепкенін байқаймыз. Егер құрғақ болса, онда суару қажет. Және де топыраққа таяқшалар салып қою арқылы да біз бұл топырақтың қаншалықты ылғалды екенін сол таяқша арқылы білуімізге болады. Ал кейбір гүлдер су ішкісі келген жағдайда ол жапырақтарының барлығын төмен түсіре бастайды. Бұл кезде біз ол гүлдердің шөлдеп тұрғанын білеміз. Яғни гүлдер бізге мен су ішкім келіп тұр деген сигнал беріп тұрғаны. Ал екіншіден, гүлдерді қаншалықты жиі суару керек деген сұраққа, жиі суарылу ол жыл мезгіліне, бөлмедегі ылғалдылық деңгейіне және де гүлдің өзіне тікелей байланысты деп мен айтқым келіп отыр. Мысалға, көктемде топырақты 3-7 күнде бір рет суаратын болсақ, ал күзде және қыста суару арасындағы аралық 2 аптаға жетуі мүмкін. Бірақ қараша мен ақпан аралығында ылғалдықты қажет етпейтін суккуленттер мен кактустар сияқты өсімдіктер де бар. Ал енді үшінші, өсімдіктерге қанша су қажет деген сұраққа жауап беретін болсақ, су жетіспеушілік те мөлшерінен көп су құйған сияқты гүлдерді ауруға алып келеді. Суды мұқият және де жай құю керек гүлдерге. Сонымен қатар ыдыс түбіндегі тесіктерден су ағып бастағанша бұл біз суды құюымыз керек. Ыдыстағы су табақшасына аққаннан кейін су құюды тоқтатамыз. Тағы бір мәселе, гүл ыдыстағы суды 30 минут ішінде тауыспаса, суды төгіп тастау керек. Ол арман қарай гүлдің тамырының шіруіне алып келеді де, одан кейін гүлдің тамыры шірігеннен кейін гүліміз өліп қалуы мүмкін. Енді төртінші, ол суару әдісі қалай таңдалу керек. Үй гүлдерін жақсы көретіндер суарудың 2 әдісі бар екенін біледі. Бәріміз де білеміз, бұл жоғарғы және төменгі суару. Бірінші жағдайда су суарғышты, яғни лейка дейміз ғой, соған су құйып, соны пайдаланып топыраққа су құямыз. Ал екіншіден, су ыдыстың астына, яғни су құйылған табақшаға қоямыз гүліміздің ыдысын. Сол табақшадағы судан гүл тамыры арқылы, астындағы тесіктері арқылы өзіне суды толық сіңіріп алады. Содан кейін барып гүлді өзінің орнына қоямыз. Бұл 2 әдісте жапырақтары судан қорқатын гүлдер үшін өте қолайлы әдіс. Енді гүлді суару үшін гүлдерге қандай су таңдауымыз керек деген сұраққа мен жауап бергім келіп отыр. Қазір біз үй гүлдеріне краннан алынған сумен суаруға болатындығын және де суаруға суды қалай дайындау керектігін айтып, соны сіздермен осы роликте бөліскім келіп отыр. Үй гүлдерін кранның суымен суаруға бола ма деген сұрақта, кран суында әдетте минералдар мен хлор бар, және көп болады. Бұл кейбір бөлме өсімдіктеріне өте зиян тигізуі мүмкін. Дегенмен де бөлме өсімдіктерінің көпшілігі су тым хлорланбаған немесе артық минералды заттардан тұратын болса, ағын сумен суарудан да аман қалады. Яғни біз осы үй гүлдерін сүзгіден өткен немесе тұндырылған суды қолданғанымыз дұрыс. Үй гүлдерін суару үшін суды қалай дайындау керек? Яғни сүзгіден сүзу дейді. Бұл сүзгіден сүзу, сүзілген суды пайдалану, ол судан
артық хлор мен минералдарды кетіруге көмектеседі және өсімдіктердің өсуіне кедергі жасамайды. Ол яғни сүзгіден сүзу деген біздің кәдімгі фильтрден өткізілген суды айтады. Сонан кейінгі шөгу, ол шөгу деген яғни суармас бұрын біз краннан алынған суды бірнеше сағатқа немесе тіпті түнге де судың бетін ашық қалдырып, содан кейін барып ол суды келесі күні пайдалансақ болады. Ол кезде бұл судағы хлордың булануына көмектеседі және де судың кермектілігін азайтады. Ал енді дистелденген су дегеніміз, ол дистелденген суда минералдар мен хлор жоқ. Бұл суару үшін әсіресе минералға сезімтал өсімдіктер үшін тамаша таңдау жасалады. Яғни дистелленген су, біз минеральный су бар ғой, сол минералды суларды да гүлдерге берсек, гүлдеріміз жақсы өсетін болады. Енді қандай гүлдер қышқыл суды жақсы көреді дейтін болсаңыздар, кейбір бөлме өсімдіктері, мысалы азалия, гардения, гибискус сияқты гүлдер қышқыл суды өте жақсы көреді. Егер сізде осындай өсімдіктерді өсіретін болсаңыз, суару алдында суға лимон шырынын бірнеше тамшысын қосуға болады, немесе лимон қышқылын суға ертіп пайдалансаңыз болады. Үй гүлдерін өсіруде, үй гүлдерін суару үшін дұрыс суды таңдау, ол гүлдердің сау өсуі мен дамуын қамтамасыз етеді. Енді менің ролигім осымен аяқталды. Егер де сіздер гүлдеріңізді суаратын болсаңыз, жаңағы мен айтқан кеңесімді орындап, гүлдеріңізге өте жұмсақ су беретін болсаңыз, гүлдеріңіз жақсы болады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.